Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен көрермендер. Мен Сәрсенбаева Фарида Еркингалиевна, Қарақұдық мектеп бөбекжай балабақша кешенінің география және тарих пәндерінің мұғалімі. Сабағымның тақырыбы ауа райы және метеорологиялық элементтер. Сабақтың мақсаты ауа райы ұғымын түсіндіру, метеорологиялық элементтер мен құбылыстарын сипаттау, зерттеу маңыздылығын анықтау. Метеорологиялық элементтерінің көрсеткіштерін өлшеп, метеорологиялық құрал жабдықтарды қолданумен тіркеу. Ендеше балалар, бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін мына суреттерге назар аударайық. Нені байқап отырсыздар? Әрине, әртүрлі ауа райының құбылыстарын көріп отырмыз. Ендеше ауа райы дегеніміз атмосфераның жергілікті жердегі белгілі бір уақытта немесе уақыт аралығында байқалатын құбылмалы жағдайы. Ол көбіне атмосфераның төменгі тропосфера қабатының күйімен сипаттайды. Атмосфераның жай күйін ұдайы өзгерістерге ұшырататын көптеген физикалық құбылыстар табиғатта жиі болып тұрады. Ауа райының басты қызметі оның үнемі өзгеріп отыратындығында. Ауа райының сипаты келесі элементтермен сипатталады. Метеорологиялық элементтерге атмосфералық қысым, ауа температурасы, ылғалдылық жатады. Ал ауа райының құбылыстарына мысал келтіретін болсақ, бұл жерде бұлттылық, жауын-шашын, тұман және желді айта аламыз. Ауа райын анықтайтын факторлар өте көп, және олар тұрақсыз болып келеді. Сондықтан да табиғатта ауа райының алуан түрлі типтері қалыптасады. Осы атмосферлық құбылыстар мен ауа райы картасын жасаумен айналысатын ғылым саласын метеорология деп атаймыз. Метеорология атмосфераның құрамы мен құрылысын, жылу айналымын, жылу режимін зерттейді. Сонымен қатар атмосфералық құбылыстар мен ауа райы картасымен жасаумен айналысады. Енді балалар, метеорологиялық элементтермен жеке-жеке танысайық. Ең алдымен метеорологиялық элементінің бірі бұл ауа температурасы. Атмосфераның жылулық күйін сипаттайтын метеорологиялық өлшемдердің бірі. Ауаның ылғалдылығы, ауадағы су буының мөлшері. Атмосфералық қысым, атмосфераның жер бетіне және ондағы заттарға түсіретін қысымы. Жел, ауаның жер бетіне қатысты көбінесе горизонталь бағытта қозғалуы. Және де бұлттылық, бұл аспандағы бұлттардың санын сипаттайтын шама. Ауа райы элементтері ауа райын құбылыстарының бүкіл өзгерістерге атмосфераның төменгі қабатында, тропосферада орын алады дедік. Ауа райы элементтерінің өзгеруі ауа райының өзгеруінің басты себебі. Мысалы, температура көтерілген жағдайда ауаның ылғалдылығы жоғарылайды және атмосферлық қысым төмендейді. Ылғалдылықтың жоғарылауымен бұлттылық артады. Ал желдің пайда болуы не оның жоғалуы атмосферлық қысымның өзгеруіне байланысты. Яғни балалар, ауа райының барлық элементтері өзара тығыз байланысты екенін байқауға болады. Енді балалар, ауа райы құбылыстарына тоқталайық. Жауын-шашын ауа райы мен климат элементтерінің бірі. Жер бетіне бұлттан жауатын не оның бетіне су буының қойылуы салдарынан тікелей ауадан бөлініп шығатын қатты немесе сұйық күйіндегі су. Қар, атмосферадан түсетін әртүрлі пішінді ұлпа, мұз кристаллы түріндегі жауын-шашын. Бұршақ, ірілі-ұсақ түйіршік мұз түрінде жауатын атмосферлық жауын-шашын. Шық, ауа температурасы 0 градусқа шамалас кезде қалыптасатын атмосферлық ылғал. Тұман дегеніміз атмосфераның жерге таяу қабатына ұсақ су тамшыларының немесе мұз кристалдарының жиналуы. Кемпірқосақ, аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосфералық құбылыс. Оқушылар, ауа райын болжау қаншалықты маңызды деп ойлайсыңдар?
Ендеше, бұл сұрақтың жауабын алу үшін келесі видеоматериалдарға назар аударайық. Климатты мониторингілеу, ауа райын болжау, зерттеу және ғылыми әзірлемелермен метеорологтар айналысады. Қазгидромет кәсіпорны құрлықта, суда және ауада бақылау жүргізеді. Метеорологиялық мониторинг 341 метеорологиялық станцияда жүргізіледі. Бір тәулікке 3 және одан да көп күнге нақты болжам жасау үшін Қазгидромет кәсіпорнының мамандары тұрақты мониторинг жүргізеді. Спутниктерден алынған ақпарат метеостанциялардан алынған дәстүрлі құрылғылардың көрсеткіштерімен де, автоматты датчиктерден алынған мәліметтермен де үйлеседі. Нәтижесінде жоғары негізделген болжам алынады. Көптеген заманауи құрылғылармен егжей-тегжейлі бақылау деректері ауа райы туралы, дауыл туралы ескертулер мен климаттың өзгеруі туралы ақпарат алу үшін біріктірілген. Барлық нәтижелерді маңызды және пайдалы ақпаратқа айналдыру үшін бүкіл әлемде жұмыс істейтін метеорологтар мен синоптиктер қажет. Ақпарат ыңғайлы цифрлық форматқа біріктірілген және іс жүзінде жердің барлық нүктелерінде қолжетімді. Қазгидромет кәсіпорнының аналитикалық ақпараты адам қызметінің барлық салаларында қажет. Жер үсті көлігі, құрылыс, ауыл шаруашылығы және туризм жұмысы үшін. Ауа райы мен климатты бақылау біздің елімізде ғасырдан астам уақыт жүргізіледі. Қазгидромет кәсіпорнында 100 жылдық тарихы бар 30-дан астам метеорологиялық станция бар. Қазгидромет кәсіпорнының бақылау желісі Қазақстан бойынша тәулік бойы метеорологиялық мониторинг жүргізеді. Синоптикалық карта грекше түгел қамтып шолу деген мағынаны береді. Синоптикалық карта ауа райы белгілі бір мерзім ішінде бақылаудан кейінгі нәтижелерін бейнелейтін карта. Метеорологиялық станциялардан алынған мәліметтер бойынша ауаның температурасы, атмосфера қысымының таралуы, циклондар мен антициклондар, атмосфералық фронттар, түрлі ауа массалары, желдің бағыты мен күші, жауын-шашын мөлшері, бұлттылық, тұман, тағы да басқа құбылыстар шартты белгілер арқылы синоптикалық картаға түсіріледі. Енді балалар, жаңағы танысқан метеорологиялық элементтерді қандай метеорологиялық құралдармен өлшеуге болатынын қарастырайық. Ең алдымен бірінші болып барометр құралымен танысайық. Барометр атмосферлық қысымды өлшейтін құрал. Ол температураға және биікке тәуелді. Жауын-шашын өлшегіш. Жауын-шашын мөлшерін өлшейтін құрал. Термометр. Ауаның температурасын өлшейтін құрал. Сырық. Қар қалыңдығын өлшейтін құрал. Гигрометр. Ауаның ылғалдылығын өлшеу үшін қолданылатын метеорологиялық аспап. Анимометр. Желдің жылдамдығын, кейде бағытын өлшеу үшін қолданылатын аспап. Флюгер. Желдің бағыты мен жылдамдығын анықтайтын аспап. Енді балалар, бүгінгі алған білімімізді қорытындылау мақсатында келесі бір оқу жаттығуын орындап көрейік. Суретте берілген табиғат құбылыстарын қандай метеорологиялық құралдармен өлшейді? Ойланып көрейік, балалар. Жауаптарымызды тексерейік. Қардың қалыңдығын біз сырық арқылы өлшейміз. Ауаның температурасын термометр арқылы өлшенеді. Жауын-шашын мөлшері гигрометр құралымен өлшенеді. Және де желдің жылдамдығы анимометр құралы арқылы өлшенеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.